Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім ауызда еритін өте дәмді печеньенің рецепті. Ең әуелі ыдысқа сары майды салып аламыз. Оған жұмыртқаны шағып қосамыз және қантты қосып араластырып аламыз. Құрамын мен описаниеға жазып қалдырдым. Қант ерігенше араластырып аламыз және де сұйық май қосып араластырамыз. Содан соң шым-шымдап тұз салып араластырамыз. Содан соң ұнға қосып қосып араластырып алып, ұнды аз-аздан салып, жағынан араластырып отырып, қамырды илейміз. Қамырды міне осындай жұмсақтау қылып илеп аламыз. Қатты біріктірмейміз. Тең екі бөлікке бөліп аламыз ең алдымен. Содан соң бір бөлегіне какао қосамыз. 2 ас қасық какаоны електен өткізіп отырып қосып, қамырды илеп аламыз. Енді бір бөлек қамырға 2 ас қасық ұн қосып, қамырды илеп аламыз. Содан соң астақтайға алып жасаймыз. Қолымызбен аз-аздан үзіп алып, үлкен кішілігін өздеріңіз белгілейсіздер. Көріп отырғандарыңыздай алақанымызға салып, ұзыншақтап аламыз. Ең алдымен барлығын осылай жасап алсақ, ұзыншақтап жасап алсақ, оңай болады, ақты және екі түрлі қамырды. Содан соң көріп отырғандарыңыздай екі түсті қамырды біріктіреміз, ұшын жақсылап жапсырамыз. Содан соң қантқа басып аламыз. Қантқа батырып алып шығып, пышақпенен көріп отырғандарыңыздай бетін кесіп шығамыз. Дәл жапырақтың формасындай болып тұр. Өте әдемі болып шығады. Егерде видеоны соңына дейін қарап отырған болсаңыздар, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, құнды пікірлеріңізді жазып отыруды ұмытпаңыздар. Содан соң қызып тұрған духовкада 180 градуста 10-15 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімде әртүрлі духовка болуы мүмкін, сол себепті уақыты да ұқсамауы мүмкін. Қарап отырып пісіріп алсаңыздар болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.